Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бүгін өте дәмді, жұмсақ болып шығатын, тез дайындалатын пирогтың рецебімен бөлісемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеле кетіңіздер. Ең алдымен сары майға қантты қосып, екеуін жақсылап миксерлеп аламыз. Одан кейін жұмыртқамызды салып, тағы да миксермен араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін ұнға алдын ала қопсытқышты араластырып алып, ұнымызды салып, тағы да араластырамыз. Үстінен жылы сүтімізді құямыз және бір келкі болғанша миксерлейміз. Көріп тұрғандарыңыздай, құрамы өте қарапайым заттардан тұрады және өте дәмді болып шығады. 23 диаметрлі формамызға құйып, қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут пісіреміз. Формаға салып алғаннан кейін үстінен жидектерімізді саламыз. Менде қатырылған бүлдіргендер. Кез келген жидекті салсаңыздар болады, салмасаңыздар да болады. Піскен, піспеген, осылай зубочистканың көмегімен тексереміз. Егер құрғақ болып шықса, онда демек піскен деген сөз. Міне біздің пирогымыз дайын. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Ас болсын.